Yok ben istedim dostlar, sizlerle birlikte Sakon. Ya dostlar, men oraldım. Endi осы uzak pauzadan keyin жаңадан videolar çıkarатын bolamın. Bu жолы videolar жақсы качествода шығатын болады. Men көп уақыт неге жоқ болды десеңдер достар, компьютерге үйрене алмадым. Біраз уақыт солай өтті. Енді бүгін видео түсіп жатырмын. Осы ауылға келіп жатырмын. И не достар, көріп тұрғандарыңыздай кузницаның барлығы шашылып жатыр. Себебі мен біраз уақыт болған жоқпын. Үйдің қазір ашатын боламыз. Достар, мен есікті құттауды ұмытып кетіппін ғой. Үйдің ішінің барлық адам кіре алатын болған ба? Достар, заттарын бәрін алып кеткенін жақсы ұмыттым. Тонап кетпейді деді ұрылар. Мен қалай ұмытып кеттім екен? Енді мына жердің барлығын бүгін тазалап, осы сендерге үйімді көрсететін боламын. Бірінші паутиналар тазып алуға ағаштары керек бізге. Осымен қатар жұмыс істейді. Кішкене ағаш жинап алсын. Осы үшеуі жетеді деп ойлаймын. Мен верстак, палкада істеп алайық. Достар, сендерге мен даусым қалай естіліп тұр, жазып кетіңдерші соны комментария. Палка осы істеп аламыз. Біреу жетті деп ойлаймын. Достар, сосын мен өзіме бірге ештеңе алып келген жоқпын мына ауылға ше. Кейін тағы бір барып келетін боламыз қалаға. Жолдан тамақ боламыз. Айтпақшы достар, ауылда жаңалықтардан осындай пиццерия ашылды ауылда. Мен көріп тұрғандарыңыздай пицца пісіп жатыр. Шетелдердің бәрі мәз, соған қуанып жүр. Біз болсақ үйді тазартатын боламыз. Мынаны қараңдар достар, тастарды шіріп кеткен ғой, дадауы кемеген үйге. Сулардың барлығын ұстайтын боламыз. Паутинаның барлық керегі жоқ бізге. Лақтырып тастаймыз бұны лаваға. Енді қазір мыналардың орнына дұрыстап тас алып келу керек бізге. Осы жерден қаза салайық достар. 2-3 тас тастап жетеді бізге. Қазір міне. Достар, осы видеоға 10 лайк жинап тастаңдар, сол кезде мен тезірек келесі бөлімін шығаратын боламын. Кәдімгідей мотивация, идея бәрі жетеді менде. Осынша тас жетеді деп ойлаймын, тағы бір аласы бар нәрсе. Бұл тастарды жинап алдық. Қазір шек біткен тастықлардың орнына әдемі осылай бұл үзікті алмастырамыз. Өй! Кетіңдер! Осылар жаманда. Көп беттін аңғырыңдар. Қаш! Шек достар. Бұл үзіктен шыға береді осылар. Оған аңғырыңдар. Креативтен алмалы болған жақсы. Аңғыра. Ой! Ой, біттес болып осылар. Тағы жүрін аңғырыңдар достар. Ой! Болды ау дейм. Еш болып бара жатыр. Біздегі командаға уақыт бір кезде білем азан болып берейін. Тамақ жеп отыр. Сыранан көріп тұрсыңдар ма? Не мынау достар? Үйік мынау? Үйік чозор жарық жан. Әлде жетелде бірден құтсадым екен достар. Сұрап керек соны. Жетелдер. Жетел. Айтам.
Сендер мен жоқта менің үйіме бірдеңе құтсамадыңдар ма? Там склад бірдеңе. Жоқ, біз үйге тиіскен жоқпыз. Бізде жұмысымыз жоқ па? Жарайды енді. Сендер ештеңе қылмадық, достар. Кіріп көрейін ба, достар, қалай ойлайсыңдар? İşte не бар екен. Кіріп көрейік, иә, достар. 3-ке дейін санайын, сендер лайк басыңдар оған. 1, 2, 3. Ал, қоямыз. Ал. Енді ема, достар. Мына қараңдарсай. Ше, кім тұр ғой мына жақта? Лаборатория ма, не мынау? Кровать тұр. Зелье. Сундук бар еще. Тақта. Айбай, ай, оğlum мынау кім қойып қойған, алыңдар сені. Не істеген ба? Эксперименттер істеген ба? Шапты. Кім болуы мүмкін? Қайсысы менің үйім астына кіріп алады? Ағырындан зелье. Ағаштар қойды. Сундуктың ішінде не бар екен? Сеп, рентген ба? Сундукты ашып көріңіздер, достар. Давай ашайық та. Бірінші мыналардың барлығына өзіміздің ауылдағы шетелге апарып көрсету керек. Мынаның барлығы ауыл тұқылдап бәле қойып қойсын. Мынаны ашып көрейік, барлығын апарып. Мына қараңдар, достар. Мынаны ішіп қойып боламыз. Мына қараңдар, зелье бар екен. Зелье слабости. Абайлығы жарып. Әсте осыны апарайық енді. Қалай шатты жерде. Ай! Ё-моё, басым.